Бердібек Соқпақбаев, бурыл ат. Ор болып қалушы еді шапқан жерің, шаттанып тұрушы еді қосқан елің. Бота тірсек, қыз сағақ, сандал керім. Ақан сері. 1. Жиын терін қызу жүріп жатқан күзгі уақыт. Колхоз парторгі Кәрім бір күні үйіне шұжықтай тұнған әдемі семіз бурыл ат жетектеп келді. Кәрімнің 16 жасар інісі Сүлеймен жақсы ат көрсе ішкен асын жерге қояды. Оған бір мініп түспейінше көңілі көншімейді де, жаны жай таппайды. Жалына созса қол әрең жететін биік, әсем тұлғалы бурыл атты көргенде Сүлейменнің көзі жайнап кетті. Колхоздағы 4 тұяқ, қылқұйрықтың іске татырының оған бәрі мәлім. Ал мына ат болса бұрын Сүлейменнің көзіне шалынбаған, соны мал. Аға, бұл кімнің аты? Деп Сүлеймен ынтық бола сұрады. Өзіміздікі. Қайдан алдың? Заставадан сатып алдым. Күзде соғымға соямыз. Сүлейменнің өрек боп тұрған жүрегі мына сөзді естіп дір ете қалғандай болды. 12 мүшесі сау, жап-жас әсем атты соғымға соямызы қалай? Інісінің ойын Кәрім кейпінен білді. Бурылды ауланың оңашалау бұрышына байлап, жайғастырып болған соң істің мән-жайын баян етті. Осы поселоктың тап іргесінде су бойында шекаралық застава бар. Ондағы шекарашылар мен колхоз адамдары бауырмал, аралас құралас. Қажет болған жағдайда шекарашыларға көмек етіп, қол ұшын беру үшін колхозшылардан құрылған жасақшылар тобы бар. Оның басқарушысы да осы Кәрім. Соңғы 1-2 жылда жай адамдардан құрылған бұл топ айласын асырмақ болған бірнеше шекара бұзушыларды ұстап заставаға табыс етті. Ұсталғандардың ішінде небір сұм-сұр құя қауіптілері де бар көрінеді. Міне сол заставаға жаңадан аттар әкелінген екен. Соның ішінен осы бурыл атты солдаттар қанша азаптанғанмен үйретіп міне алмай қойыпты. Содан соң 2 акты жазып жарамсыз етіп шығарыпты. Мана колхоз кеңсесіне застава бастығы капитан Халваши келген. Ол Кәріммен оны мұны шаруаны сөз етіп отырды да. Сендер, қазақтар, жылқы етін жақсы көресіңдер ғой. Бізде жарамсыз болған бір ат бар. Соны арзан бағаға берейік, сатып ап соғымға соймайсыңдар ма? Деді. Семіз бе? Семіз болғанда қандай, жарылғалы тұр. Кәрім капитан Халвашимен ілесіп заставаға барды. Қорада шөп жеп тұрған жерінен атты көрді. Әдемі бесті екен. Түрінен пәлендей ит мінезі байқалмайды. Бұның несі бар, неге жуасмайды? Деп сұрады Кәрім. Былай, жай тұрған кезде бұл жұп-жуас, ұстап жүгендеуге, ерттеуге бәріне көнеді. Ал бірақ адам мінгізбейді. Адам мінсе қояншығы ұстайды. Тулай ма, не керек, мөңкей ме, әйтеуір үстіндегі адамды ұшырып түсірмейінше мөңкуін қоймайды. Бұны үйретем деп бір солдаттың иығы шығып, енді бірінің қолы сынды. Сондай мүттәйім. Капитанды тыңдады да Кәрім иланды. Олай болса, мен бұны қыста соғымға сояйын. Әңгіме осымен тынды. Көңілдес 2 дос ұзақ саудаласып жатпады. Кәрім арзанға сатып алды. Содан жетектеп келіп тұрғаны осы еді. Кәрім өз атына мініп кетіп, бара жатып. Мен Өмірәліге айтам, бұны жылқыға әкетеді, оған дейін тұрсын, ешқайсың тиіспеңдер, деді. Сүлеймен үндеген жоқ. 2. Кәрім кеткен соңда Сүлеймен бурыл атқа көз алмай ұзақ қараумен болды. Тіпті қарамау мүмкін еместі. Тұлғасы сондай сұлу еді шіркіннің. Өз бойындағы осы сұлулықты оған мынау атқұмар албырт жасөспірімнің қызығада құмарта қарап тұрғанын бурыл ат сезетін тәрізді. Қарасаң қара, дегендей тұлғасын көлденеңдей тосып, қамыс құлақтарын тынымсыз қайшылап, пысқырынып, мойнын аққудай иіп, шекесінен қарап қояды. Алдыңғы аяқтарын кербездікпен сәндене сілкіп жер тарпиды. Мініс көріп қағылмағандығы апайқын білініп ақ тұр. Үстіне шыбын келіп қонса дір ете қалады. Шіркіннің не маңдай, не аяқ тұстарында бір шөкім теңбіл белгі болсайшы. Тұла бойы түп-түгел шымқай бурыл, тек тұяқтары ғана әдейі сән үшін орнатылғандай, қап-қара, тіп-тік. Осы тұрғанда бурыл аттың бойында адам қолынан пайда болған бір ғана белгі, өзгеріс бар. Ол құйрығының тілерсектен жоғарырақ етіліп қырқылғандығы. Заставада болған азды көпті уақыттың ішінде әскери өмірден бурыл атқа жұққаны тек осы болса керек. Сүлейменнің танығыш, сынамшыл көздері бурыл аттың бойынан иненің жасуындай да мін таба алмады. Оның ынтықтығы артқан үстіне артып басына
Шіркін-ай, өзін мінер ме еді деген ой келді. Мынадай әсем атты пышаққа шалу бері болғанда обалда, ары болғанда қылмыс. Жаратып мініп алған кезде бурылдың түр тұлғасы бұдан да көріктеніп, бұдан да әсемденіп кететіндігі Сүлейменнің көз алдына елестеді. Сүлеймен бурыл атқа алдыңғы жағынан жақындап келді. Алақанын созып еміреніп, шынайы достық ниет ұсынды. Бурыл секемденбей тыныш тұрды. Созылған алақанды дәмелене иіскеді. Сүлеймен бұған қуанып, батылданып, бурылдың маңдайын, жағын сипап, онан соң бірте-бірте мойнына қарай жақындады. Жоқ, бурыл ат үркетін емес, адам иісіне кәдімгідей үйренген кейпі бар. Сүлеймен, әне, оның шоқтығын, арқасын сипалап тұр. Бірте-бірте қасмалдай жылжытып, қолын оның сауырына да апарды. Бурыл аттан ешқандай сезікті мінез байқалмайды. Ағасының әлгіндегі айтқаны Сүлейменнің есінде. Үстіне адам мінсе, қояншығы сонда ұстайды. Әйтпесе тыныш тұрады деп еді ғой. Бірақ алғаш үйретілген кезде тулап мөңкімейтін жылқы баласы бар ма? Бәрі де мөңкіп тулайды. Тек оған беріспеу, өктем бола білу керек. Бұны үйретуге қалайда болады деген ой Сүлейменнің басына мықтап орнады. Әлгінде Кәрім айтқан Өмірәлі Сүлеймен мен Кәрімнің немере ағалары, колхозда жылқы бағады. Отан соғысына қатынасып, сол қолынан жаралы болып келген. Қолының кемдігіне қарамастан Өмірәлі бұрынғысынша колхоздағы асау біткеннің бірі. Шалма тастағанда қашағанның қақшаңдаған басына лып еткізіп дәл түсіреді. Әлгі кемтар қолымен шалма арқанның үш жағын тақымға басып ұстағанда асауды тырп еткізбейді. Сүлейменді титімдейінен атқа үйір еткен міне сол Өмірәлі. Аяғын апыл-тапыл басқан құйттай кезден ақ ерінің алдына мінгізіп алып жүруші еді. Сүлеймен бұған қуанып мәз болатын. Ұзақ күн тастамай алып жүрсе де қыңқ етіп жыламайтын. Жүре бара Сүлейменнің аңдып бағатыны үйлеріне келетін атты кісілер болды. Қолын созып мінгіз деп тұра кеп жүгіреді. Мінгізбесе өкіріп, бақырып, жер тепкілеп жылайды. Талай рет Сүлеймен үйге келген қонақтың атының астына кіріп кетіп жазымда бола жаздады. Бір рет ат теуіп жіберіп өлім аузынан қалды. Бірақ соның бірде-бірі оның жүрегін шайлықтырмады. 4-5 жасқа келгенде Сүлеймен атқа өзі мінуге жарады. Үзеңгіге аяғы жетпейді. Тамға немесе есік алдындағы бөрене қарағайға жақындатып барып мінеді. 8-9 жасқа келгенде ерден ұстап тырмысып мініп алатын болды. Сүлеймен сол кезде ерсіз жайдақ атқа мінудің де амалын оп-оңай тапты. Аттың басын төмен тартып ұстайды да мойнына артулы тұрған тізгінді қос қабаттап үзеңгі етіп аяғына салады. Содан соң жалдан ұстап секіріп әуелі аттың мойнына мініп алады. Одан кейін жылжып арқасына мінеді. Мінезі беймәлім үркек атпен тура шабамын деп неше рет ол аттан да жығылды. Сүлейменнің ат құмарлығына бұл да бөгет бола алмады. Сүлеймен соңғы жылдары өзі ат ерттеп мінуге жарағалы бері жазғы демалыс уақытын ылғи да жайлауда Өмірәлі ағасымен бірге өткізеді. Өмірәлі оған мынау деген мақтаулы құнан дөнендердің біреуін ерттеп беріп қояды. Оған мініп Сүлеймен жылқы бағысады. Анда-мұнда барып келдеп жұмсаса, құстай ұшып жөнеледі. Осы биыл жазда да Сүлеймен жайлау қызығын, ат қызығын барынша көріп қайтты. Ешкім міндеттеп жүктемесе де айға жуық жылқышылармен бірге жылқы бақты. Бірнеше асаудың құлағында ойнап жуасытты. Сүлеймен жуасымайтын мал бар дегенге өз басы біріншіден сене қоймайды. Екіншіден мынадай әдемі сурет атты тек асаулығына бола соғымға союға еш қимайды, жан ашиды. Бурылды ол жуасытып көрмекке белін бекем байлады. Нар тәуекел, жығылсам жер көтерер. Сүлеймен бурыл аттың мінезін кәнігі жылқышылардай-ақ әбден барлап тексерді. Өн бойынан ұстамаған, сипамаған, жер қалдырмады. Соның бәріне де бурыл ат селт деместен көнді. Тек мойнын бұра қарап, сен өзің кімсің, не істегелі жүрсің дегендей секемдене иіскегені, бір-екі рет арқа тұсын дір-дір еткізгені болмаса, басқадай оғаш мінез көрсетпеді. Бурыл ат ерттеуге де көнді. Енді тек міну ғана қалды. Қалай мінбек? Сүлеймен бурыл атты ауланың сыртына көшеге жетелеп шықты. Жетелегенге де көнді. Тек үзеңгілердің шайқалақтап дүбірге соғылуынан ғана сескеніп, құлағын жымыра түсіп қояды. Сүлеймен осы арада тұрып мінбекші болды.
Біреу-міреуді көмекке шақырайын деп еді, ешкімнің қарасы көрінбеді. Тәуекел. Бурыл аттың мойнынан сипаған болып тұрып, Сүлеймен оның үстіне қарғып мінудің амалын ойластырды. Тізгінді ықшамдап, жалмен қосып мықтап ұстады. Үзеңгіні дайындады. Дәл осы кезде бурыл ат әлденеден сезіктенгендей тым-тырыс бола қалды. Бұны Сүлеймен де байқады. Бірақ дегенінен қайту Сүлейменнің салты емес. Көз ілеспейтін жылдамдықпен ол бурыл аттың үстіне топ етіп бір-ақ қонды. Болар іс болды. Бурыл ат қос аяқтай шапшыды да, бұл қай басынғаның дегендей шыңғырып кісінеп жіберді. Шапшығанда бір сәтке тіп-тік боп қаздиып тұрып қалған еді. Сүлеймен жалдан қатып ұстап жабысты да қалды. Екінші рет шапшыды. Одан соң бір шапшып, бір тулап нағыз шайтан мінезін енді көрсете бастады. Сүлеймен сонда да құламады. Бурыл ат енді тіке шапшығанды қойды. Мойнын тұқырынып, басын омырауына тығып алып мөңкуге салды. Мөңкуінің өзі өзгеше, керемет. Әлгінде алдыңғы екі аяғын аспандата сермеп көтерсе, енді артқы екі аяғын дәл солай аспандатады. Сүлеймен қанша мықты болғанмен бір-екі рет аттың мойнынан сыпырылып түсіп қала жаздады. Дегенмен берілмей шыдап бақты. Жалдан шеңгелдей ұстаған қос қолы қарысып қатқан да қалған еді. Тулап, мөңкіп үстіндегі пәледен құтыла алмаған бурыл ат және бір шыңғырды да алып жөнелді. Суағып жатқан шұңғыл арықтан тағыдай орғып өтіп, тіке төмен заставаға қарай тартты. Сүлейменнің іші қып ете қалды. Жіберіп алған бір ағаттығы ойына келді. Бұл осы барғаннан барады да өзінің жем-жеп үйренген ат қорасына қояды да кетеді. Қап, әлгінде заставаға барып, ішкі сыртқы қақпаларының бәрін жауып қойыңдар деп ескертіп айтпағанымды қарашы. Кең көшенің бойымен бурыл ат сатырлатып ұрып келеді. Үстінде ермен ер боп жабысып алған Сүлеймен. Ол бір-екі рет тізгінді шірене езулей тартып, ат басын иен дала жаққа бұруға әрекеттеніп бақты. Бірақ онысынан түк шықпайтыны аян еді. Екі қапталдағы үйлер, теректер, есіктерінің алдында тұрып таңырқаса қарасқан қатын-қалаш, балалар зып-зып етіп сырғып өтіп қалып барады. Олармен бірдеңе деп тілдесуге назар тігіп қарауға дәл қазір Сүлейменде мұрша жоқ. Заставаға төтесінен өтетін көлденең көшеге жеткенде бурыл ат қабырғалай бұрылып әлгімен тартты. Сол кезде дәл алдынан өзі жүретін бір комбайн бетпе-бет қарсы келіп қалар ма? Болды, бітті, қирадым деген ойлар Сүлейменнің басында жарқ-жұрқ етті. Ешқандай әрекет жасап үлгермеді. Бурыл ат пысқырып жалтара секірді. Жолдың оң жақ шеті ор еді, ордың шеті қорық, дуал. Соның бәрін қабаттап бір-ақ секіріп әкім қожа ұстаның картоп бақшасына топ ете түсті. Бұның бәрі бас аяғы бірнеше секундтың аралығында болған уақиға. Сүлейменнің жаны тырнағының ұшына зымырап келген. Бурылдың комбайнмен қалай соғыспай аман қалғанына оның таңы бар. Қабырғаға ұрған балшықтай бұрш етуден басқа мүмкіндік жоқ секілді еді. Сүлейменді де, долы бурылды да Құдай бір ажалдан сақтады. Аракідік сырыйып, сары қалпақты күнбағыс өскен картоп егісін сатырлата жапырып, бурыл алып қашып келеді. Ештеңені тыңдамайтын да жасқанатын да емес, беті сол застава жақ. Арындаған күйі қорықтан және секіріп өтіп, арғы беті ашық-қашықта, танауы пыс-пыс етеді. Заставаның қақпасын бетке алып құтырынып құйғытып келе жатыр. Заставаның үстіндегі биік мұнараның басында мойнына дүрбі асып алған қарауыл солдат осы жаққа қарап тұр. Ол бурыл аттың әлгіден бергі қылығын түгел көріп, ақыры немен тынар екен деп елегізе күтуде. Бірақ бурыл атты ол танығанда, мына ат сол болар деп ойлағанда жоқ. Колхозда не көп, асау көп, асауды үйретуші көп. Солардың бірі болар деп қызықтап қарап тұрған. Енді әбден жақын келіп қалғанда бір-ақ таныды. Бағана осы арадан кәрім жетелеп кеткен бурыл ат. Өздерін қан қақсатып біткен асау бурыл. Үстіндегі адамның кім екенін солдат тани алмады. Тек балаң жігіт екенін топшылады. Солдаттар жуасыт алмаған долыны жуасытпақ болған жүрек жұтқан бұл қай жан? Бурылдың тап осы қазір жем-жеп үйренген қораға қойып кеткелі келе жатқанын қарауыл солдат та бірден білді. Заставаның сырт қақпасы да, ауланың ішіндегі ат қораның есігі де бұл кезде ашық тұрған. Ат үстіндегі адамның маңдайшаға соғылып жазым болуы мүмкін екенін ойлап, ол төмендегі біреулерге қарбаласа дауыстап жатыр. Жабыңдар, қақпаны жабыңдар, бол! Тез! Бурыл ат біреуді алып қашып келе жатыр! Жердегілер оның сөзін ұға қоймай,
«Немене, кімді?» деп тұрғанда бурыл ат қақпаға келіп те қалды. Сүлеймен бейқам емес болатын. Қақпа ашық па, жабық па деген ой оның басына бурыл деп ала қашқанда-ақ келген. Үңірейіп ашық тұрған қақпаны көрген кезде ол бір шешімге келіп те үлгерді. Екі аяғын үзеңгіден шығарып алды да аттың оң жақ қапталына қарай қолымен ерге тірене кепсе кірді. Қақпаға 20 қадам шамасы жетпей, лақтырылған бөріктей боп жердегі шаң топыраққа бұрқ етіп домаланып түсті. Абырой болғанда мертіккеннен аман тәрізді. Қаншалық тез домалап түссе, соншалық орнынан тез ұшып түрегелді. Артымда не болғалы жатыр дейтін бурыл емес, тасырлатқан бойда застава қақпасына кіріп те кеткен еді. Сүлейменді қоршалап алған солдаттар істің мән жайын біліскеннен кейін кеу-кеулеп кетті. «Бала, өлгің келген екен, бұл ат үйретуге көнбейді. Ана Никифоровты көрдің бе? Ол да үйретем деп қолын сындырды. Бекер жазым боласың. Қолың емес, басыңнан айырыласың. Мұны түлен түртіп ажал айдаған ғой. Бұл бурылмен ойнауға болмайды. Бұның емі басын кесіп балқытып асуда табаққа салып ет жегіш қазақтардың алдына қою». Сүлеймен бұл айтылған сөздердің біреуін де құлағына ілмеді. Аттан жығылып өлген қазақтың моласын көрсем бұйырмасын. Сіздер тек қана мен оның үстіне қарғып мінгенше басын ұстап, көзін басып тұрыңыздар. Сонан соң не көрсем де обалым өзіме. Сүлейменнің қайсарлығы әрі ұнады, әрі таң қалдырды. Оның тыңдамасына көздері анық жеткеннен кейін ақыры: «Ерік өзіңде, біз мінгізіп жіберейік, бірақ дегенмен байқа, сақ бол», деді олар. Қалш-қалш етіп еліріп алған бурылды қорадан сыртқа жетелеп шықты. Заставаның ар жақ бер жақ есіктері түгел жабылып бекітілді. Екі солдат аттың екі жағына шығып, сулықтан қос қолдап мықтап ұстап, денелерімен бурылдың басын орталарына қысып, арт жақта не болып жатқанын ол көрмейтіндей етіп көзін қалқалап тұрды. Сүлеймен тізгінді ықшам етіп ұстады да аттың үстіне қарғып мінді. Тізгінді ұстап тұрған екі солдат жалп беруге үлгіргенше бурыл ат шыңғырып, аспандай секіргенде екеуі екі жаққа ұшып түсті. Шіркін, жан деген тәтті ғой. Екі солдат жығылып жатып жанталасып домалай қашып барады. Әлгі тулаған ба? Әлгі мөңкіген бе? Нағыз әлеуметті бурыл енді салды. Аспандай шапшыған кезде арқырап кісінеп жіберді. Не бір түрлі жаңаша соны туластарға салады. Мөңкіп келеді де алдыңғы екі аяғын көсіле созып басын тұқырып қалып тұра қалады. Сүлеймен бірнеше рет ерден лықсып ұшып түсе жаздады. Асаудың үстіндегі Сүлеймен түгіл көлденең қарап тұрған солдаттар үрейленумен болды. Бурыл ат таптап жаншып қағып кетпесін деп олар дүркірей қашып барып дуалдың үстіне шығып алды. Тулап үстіндегі жабысқақ тажалдан құтыла алмаған көк долы бурыл бір кезде ытырылып және алып жөнелді. Қақпаға кеп, берік тұрған қақпаны омыраулата бір соқты. Одан жалт бұрылып заставаны айнала шауып жөнелді. Ар жақта қақпа бар екенін біледі, ол да жабық. Оны соққан жоқ. Дәл алдынан кеп тапырақтап, не істерін білмей бөгеліп қалды. Содан соң жалт бұрылып және мөңки бастап еді. «Әй бәлем, ызаң өтті-ау сенің» деген оймен Сүлеймен осы кезде сауырға қамшымен көміп жіберді. Өзі боп бурыл аттың тәніне қамшы тигені осы еді. 6 өрме қамшы тәнін емес жанын тілгендей болды. Бурылдың ашынуы шегіне жетті және бір аспандай секіріп шыңғыра кісінеп алды да төмен иен далаға қарай алып жөнелді. Сүлейменнің тілегені осы еді. Не істесе де жазықта, далада істеуіне ол разы. Тулай ма, алып қаша ма өзі білсін. Әйтпесе асау атана ма? Асауды асаудай адам үйретеді. Жылқыны да жылқыдай адам бағады. Қағидаға бергісіз бұл сөздер Сүлейменнің Өмірәлі ағасынікі. Даланың боз көдесі қурай, ши, арық тоғандары ат бауырынан зымырап еніп жатыр. Бастағы ой сезімнің алмасуы да тап сол тәріздес. Сүлеймен қамшыны сауырлата тағы да көмді. Бауырлата және де тартып жіберді. «Бәтшағар, міне саған, сен аянбасаң мен де аянбадым». Алдыңғы жақ көлбеген жаңа айдау зяб еді. Топырақтың әлі дымы да кеппей барқыттай қап-қара болып жатыр. Сүлеймен бурылды еркіне қоя берді. «Қане, мықты болсаң айдаумен шауып көрші». Долданып алған бурыл тайынбады. Айдауды кешіп жөнелді. Топыраққа толарсақтан батып кетеді.
Бұл күйімен қаншаға барсын? Лезде ақ желігі басылып әлсіреп қалды. Үсті басы қан сорпа, төгілген маржан тәрізденіп, мойын түп, құлақ түптен тер деген мөлт-мөлт сорғалайды. Долының саудасы біте бастағанын Сүлеймен анық байқады. Есін жинап, бел алып, кеудесін жазыңқырап отырды. Өзінің де алқынып терлеп кеткенін жаңа сезінді. Қамшыны және де басты. Енді бірақ бурыл атта селт етуге шама қалмаған секілді. Тікірейген қамыс құлақтарынан жан кетіп, мойны сөлбірейіп, иі түсіп, қойшының қойға мініп қажытқан мәстек аты тәрізденіп, мырт-мырт желіп кетіп бара жатты. 3. Кәрім қырман басында болатын. Түскі үзіліс уақыты. Әйел еркегі аралас 30 шақты адамға халықаралық хал жайынан лекция оқып тұр. Ал жер деген ел міне мынау, деп ол картадан шыбықшасымен көрсетіп өтті. Франция мен екі аралығында жер орта теңізі жатыр. Негізгі халқы арабтар. Мына біреу кім өзі тал түсте жол таппағандай айдау кешіп келе жатқан? Кәрім нұсқаған жаққа колхозшылар жапырыла мойын созып қарасты. Айдаудың қара топырағына атын омбылата бастырып келе жатқан салт аттыға ел назары бірден ауды. Әркім таңырқап, өзінің дені сау адам ба, жолмен неге жүрмейді? Атты болдырған біреу ғой, десті. Салт атты айдаудан шығып, тақыр жермен атын жеделдете бастырып, тура осылай қарай келеді. Жақындап қалды. Кәрім енді таныды. Ой, Сүлеймен ғой, деді таңырқаған дауыспен. Оның астындағы бурыл ат екенін көргенде Кәрімнің көзі атыздай болып кетті. Мынау мініп алған ба ей? Деді. Сүлеймен қырманның шетіне келіп тоқтады. Астындағы бурыл сүме-сүме, бүйірі солқ-солқ етіп діңкелеп әзер тұр. Әңгімесін жайына қалдырды да Кәрім оған қарсы жүріп жақындап келді. Өй, сен мұны қалай міндің? Сүлеймен ірі тістерін ақсита күлімсіреді. Кәдімгідей міндім. Бұны жуасымайды дегендері қайсы? Мінекей, жуасыды. Тулаған жоқ па? Аздап тулады. Аз туласа мұншама қиналар ма еді? Сүлеймен мен бурыл аттың оңайлықпен тіл табыспағанын Кәрімнің іші сезді. Інісінің ат құмарлық мінезі өзіне жақсы мәлім. Бағана бурылды алғаш көргенде ақ сұқтана көз алмай қарауы тегін емес еді. Бурылдың аяқ астынан мініске көніп ат болып шыға келуі Кәрімді де қуандырды. Інісіне ол кешірім жасап, көңілін аулай сөйледі. Жарайды, мінуге көнсе, онда соймаспыз. Мініп көлік етерміз. Өзің бүгін таң асырып, байлап тастау керек. Бұл сөзді естіп, Сүлейменнің төбесі көкке жеткендей болды. 4. Сүлеймен таң бозара түрегеп қорадағы бурыл атқа келді. Енді оны отқа қойса да болатын еді. Бурылдың кейпі сергек, мойнын бұра қарап, сәл ғана оқыранғандай болды. Іші кәдімгідей тартылып, жіңішкеріп қалған. Тұла бойы терден сатпақ-сатпақ. Кешегі тартқан азабының куәсі. Бірақ сонда да басынан ештеме кешпегендей сылаң ұрады. Көзінде жылт-жылт еткен ұшқын бар. Кеше қалжыраған кезде шүберектей салбырап иі кеткен құлақтар қазір енді қаламның ұшындай шаншылады. Бурыл кереметтей тың еді. Сүлеймен бурылға тағы да бет алдынан жайлап емірене қол созып барды. Тұмсығын, маңдайын, одан соң мойнын, арқа тұстарын сипап, жүнінің бытысып терге қатып қалған жерлерін қасымалдай үгітіп бірсыпыра тұрды. Сен енді долылықты қой, жөнге кел. Мен саған жамандық ойлап жүргем жоқ, жақсылық ойлап жүрмін. Бүйтіп долдана берсең, қыста қар бір жауғаннан кейін басыңды әумен деп кеседі де алады. Содан соң бітті шаруаң. Қазанда бүлкілдеп қайнағанды ғана білетін боласың. Ал өйтпей жөнге келіп мініске үйренсең, онда сені ешкім де соймайды. Ұқтың ба? Бурыл ұқтым дегендей басын шұлғып қойды. Сүлеймен жүгенді сыпырып алып, ноқтасымен ғана қалдырды. Содан соң алдына уыздай жас жаңа орылған жоңышқа әкеп салды. Тәулік бойы нәрсізбай аштан қатқан бурыл бас салып көмейлеп асап, жей бастар деп ойлаған еді. Бірақ олай болмады. Бурыл ат жоңышқаны әуелі тәкаппарлана иіскеледі. Содан соң бір талдап, екі талдап, ара-арасынан таңдап алып қана жей бастады. Тәкаппарсың ау, бурыл ат, деп қойды Сүлеймен. Кәрімнің қазіргідей қызу науқан кезінде оқта-текте болмаса үйге қонбайтын әдеті. Жұмыс басында түнейді. Бүгінде Кәрім үйде жоқты. Сүлеймен анасы Ұлтуар екеуі ғана. Ұлтуар кеше Сүлейменнің бурылмен қалай арпалысқанын өз көзімен көрмесе де,
көрген елден естіп аза бойы қаза болып шошыған. Шай үстінде ол баласына соны сөз етіп отыр. Осы сен бе, сен көріп тұр, ажалың асаудан болады бір күні. Шешесін Сүлеймен жеңеше деп атайды. Жеңеше, сіз қызық адамсыз. Мініліп жүрген аттардың барлығын жұрт асаудан үйретпегенде осы күйде жып-жуас боп туа қалды дейсіз бе? Асаудың да асауы бар, бүкіл застап болып үйрете алмаған немені өстіп жүріп бір күні мойның үзіліп өлгенде бірақ тынасың. Кеше солдаттарға айтқан сөзін Сүлеймен шешесіне де айтты. Аттан жығылып өлген қазақтың моласын көрсем бұйырмасын. Ат баптаудың жайын Сүлеймен бір кісідей біледі. Шайдан соң ол бурылды өзенге жетелеп барып суғарды. Қайта жетелеп әкеп тағы да отқа қойды. Енді міне қорадан аулаға алып шығып, үстін ат тарақпен әбден мұнтаздай етіп тазалап ерттеп жатыр. Тағы да бір тықырдың тақалғанын сезіп, бурыл ат іш жиып, сақтана бастаған тәрізді. Тартпа тартқан кезде құлағын жымқыра түсіп, бір рет тістеп те алмақ болды. Сүлеймен өте бір сақтықпен тез қимылдап, «Тік!» деп зекіп тастады. Бұл екі арада тартпа лып етіліп тартылып та қалды. Сүлеймен бурылды бері көшеге жетелеп шықты. Олай-бұлай жүргізіп сыр түйіп бақты. Мінбек болды. Тағы да алып қашса, заставаға алып барады. Кеше мерт бола жаздағаны ойына келді. Құдай оңдағанда жайдақ атқа мініп сөмпиіп Есенғали келе жатыр екен. Ол Сүлеймен екеуі де бір класста оқиды. Сүлеймен шақырайын деп еді, Есенғали осылай қарай өзі бұрылды. Ұзын аяқтарымен мәстек аттың бауырынан орай тебініп келіп тоқтады. Әлгі заставадан сатып алған асауларың мынау ма? Кеше бұл сені өлтіріп кете жаздапты ғой, рас па? Оны кім айтты? Осы әлгінде біреулер дүкеннің алдында сөз қылып тұрғанын естідім. Жай сөз ғой. Сүлеймен Есенғалиға қолқа сала бастады. Есенғали, мен қазір міндім болды, мынау алып қашып заставаға барады. Сен барып кезекші солдатқа ескертші, қақпаларын бекітіп жауып қойсын. Бұзау іздеп бара жатыр едім, деп Есенғали міңгір-міңгір етті де әзер көнді. Сүлеймен бурылға мінбек болып алдарқатып тұрды. Үзеңгіні ұстап сілкіңкіреп, ердің үстіне салмақ түсетіндей етіп басып-басып қояды. Кешегі қилы-қилы мөңгістер, қилы-қилы туластар Сүлейменнің есінде. Сүлейменнің жүрегінде шайлығу да, үрей де жоқ емес. Бірақ шешінген судан тайынбайды дегендей тәуекелге бір мінген соң ақырына дейін шыдау керек. Бурыл үнсіз тыныш тұр. Құлағын сәл жымыра жаздап қояды. Тағы да бір тықырдың тақалғанын сезініп пәле күтіп, ішіне пәле жинап тұрғандай. Денесінің әр түгі жыбыр-жыбыр оянып, іштегі дүлей жыны қозуға дайын екені ап-айқын аңғарылғандай. Мейлі, Сүлеймен өз дегенінен қайтпайды. Әне ол бурылға қарғып мінді. Бурыл мөңкіп тулай бастады. Кеше жарты күн бойына көк есектей көнбістеніп мінілгені ойынан мүлдем шығып кеткен. Жүген құрық тимеген шу асауындай тағының тағысындай шыңғырып аспанға атылады. Бірақ бұған Сүлеймен құлар емес. Бурыл ат туластың жаңа әдісіне көшті. Жалғыз аяғымен жер тіреніп, диірменнің тасындай шыр айналды. Асаудың талайын мініп жүріп, Сүлеймен мұндай ғаламатты көрмеген еді. Бурыл айнала жөнелгенде ол құларман болып жалға жабысып әрең қалды. Бас айналып, көздері қарауытып кетті. Жер дүние төңкеріліп, аспан ауытқып құлап бара жатқандай. Осы шыр көбелек айналу тағы да 4-5 секундқа созылғанда Сүлейменнің жалп етіп құлап түсуі даусыз еді. Олай боларын бурыл ойламаса керек. Тағы бір кісінеп көкке шапшып заставаға қарай алды да жөнелді. Құйындатқаннан құйындатып, ол әуелі заставаның алдыңғы қақпасына келді. Жабық тұрғанын көріп жалт берді. Артқы қора жаққа келді. Мұндағы қақпа сырғауылдан істелген аласалау болатын. Дуалдың деңгейінен келеді. Мына ғаламатқа қараңыз. Бурыл ат жабық тұрған қақпадан тайынбады. Арындап келген қалпымен секірді. Сүлейменнің жүрегі солқ етіп табанына түсіп кеткендей болды. Жаны тырнағының ұшына барды. Бұл оның үш ұйықтаса түсіне көрмеген, көтпеген жағдай. Сүлеймен есін жиғанша бурыл ат ауланың ішіне келіп дік ете қалды. 5. Қанша долы болғанмен бурыл ат бірте-бірте бастығып адам еркіне көнейін деді. Көнбесіне Сүлеймен қояр емес. Тулай бастаса дырау қамшымен мойынға аямай көміп алады. Ала кеп қашса сауырлап және ұрады. Сөйтіп туласаң тулай түс, шапсаң шаба түс деп егескендей болады.
Сүлеймен айдауға әдейі әкеп салды. Атызды сүзе жұлқып ала жөнелді. Сүлеймен шалқалап барып өзін өзі әрең ұстап қалды. Сөйткенше болмай Бурыл жаңа бір өнер шығарды. Арындап шауып келе жатты да төрт тағандап кілт тоқтап тұра қалды. Сүлеймен бұны тіпті де күтпеген еді. Әскери жылмақай ердің басынан ұшты да кетті. Топыраққа барып топ ете қалғанын бірақ байқап үлгерді. Сүлеймен ол айдауды шекесімен сүзе құлап жерде жатты. Басын тез көтеріп артына қарады. Өзімен өзі қалған Бурылда қашайын деген тіпті де ниет байқалмайды. Ештеңе сезіп білмегендей басын шұлғып қояды. Әлгі орнынан тапжылмай жайбарақат тұр. Сүлеймен тұрып келіп аттың тізгінінен ұстады. 2 күн бойына арпалысқанда Бурылдан мықтап бір жеңілгені, мықтап алданғаны осы еді. Өй пәлекет Бурыл, сенен тағы қандай өнер шығар екен, деп қайта оны мадақтап, мойнын алақанымен қағып қойды. Бурылдың жығып тастап қашпай тұрып алғаны Сүлейменге керемет бір адалдықтай көрінді. Ертесінде Бурыл жаңағы қауіпті әдісін және қайталады. Шауып келе жатып басын тұқыртып кілт тоқтай қалғанда Сүлеймен ердің басынан және ұшып түсті. Бұл жолы оның құлаған жері көшенің қақ ортасы, тақыр еді. Оңбады. Бір жақ бетін, шекесін жер айғыздап қанатып кетті. Бурыл тағы да қашпай қасында тұр. Қалай, жараланғаннан аманбысың? Дегендей Сүлейменнің шаң-шаң киімін оқыранып иіскеп қояды. Құлап жатқан Сүлейменге елден бұрын тызалаңдап шешесі Ұлтуар жетті. Сенің ажалың аттан болады деп айтпап па едім? Әне қарашы, не болдың, мойның үзіліп өле жаздадың ғой. Бұл жауызға енді мінбе де жолама. Басын кесілгірдің, басын кесіп қана тастайтын бір адамның табылмауын бірсыпыра жұрт әлгі араға жиналып қалған еді. Олар да Сүлейменді жазғырып ұрса бастады. Сау басына сақина тілеп, бұл не азап? Солдаттарға ырық бермеген жауыз саған ырық беретін бе еді? Әне, қарашы, өзге асаулар болса үстіндегі адамнан құтылған соң безіп жөнелер еді. Ал мынау кел, ер болсаң тағы да мін, деп әдейі егесіп шақырып тұр. Бұл ма? Бұл адамнан бетер зымиян, сұмпайым ал. Жұрт сөзі Сүлейменнің бір құлағына кірсе, екінші құлағынан шығып жатты. Бурылға ол қайтадан қарғып мініп, тебініп шаба жөнелді. Пәленің аяқ тастасы жұрт көзін арбап алғандай әдемі-ақ еді. 6. Қыс өтіп, көктем өтіп, жаз келді. Шалкөде жайлауындағы малшылар таңертең көздерін ұйқыдан тырнап ашқан бетте әуелі аспанға қарасты. Ауа райының қалай болатынын барлап, көкпеңбек ашық аспанды көргендей масайрап қуанысып жатты. Бүгін малшылар үшін ерекше күн. Жылда осы мезгілде бір рет дүрілдеп өтетін дәстүрлі тойлары болмақ. Той десе қубас домалайды. Жан-жақтан атты, машиналы, ағыл-тегіл келіп жатқан халықта қисап жоқ. Ұзын саны 20-дан астам киіз үй және сол шамалас шатырлар тігілген. Әнші, күйші, қызыл отау, көшпелі магазин, сауда-саттық дүкендері, милиция, қарна қызыл байлаған жасақшылар бәрі осында. Той болған соң ойын күлкі тамашасымен қабат шатақ төбелесі де болып қалуы ықтимал. Әуелі жиылыс ашылып, желпіністі сөздер сөйлейді, тізбектеліп аталып табыстар айтылды. Кемшіліктер және көрсетілді. Озат малшыларға сыйлықтар берілді. Оза алмағандары іштері күйіп қарап тұрды. Малшылар тойының әртүрлі тамашасының бірі емес, бірегейі бәйге. Бүгінде бәйге болады. Колхоздар, совхоздар жүйріктерін жаратып алып келген. Олардың ішінде бұрыннан атағы шығып жүрген әйгілі мәлім аттар да бар. Бірінші рет қосылып отырған қауым үшін беймәлім соны жүйріктер де бар. Соның бірі Абай колхозынан Сүлеймен мініп келген Бурыл ат. Кәдімгі долы Бурыл. Жоқ, дәл қазір оны долы деу шындыққа жанаспайды, қиянат болады. Бурыл ат бұл кезде мініліп жүрген жылқы тұқымдарының ішінде жуастың жуасы да, ақылдының ақылдысы. Бірдеңеден үркіп селт еткенді білмейді. Иесі үстінен түсіп тізгінді қаңтарып қойса, әлгі арада тұрады да қояды. Ешқайда кетпейді. Ал егер иесі ер тоқымын сыпырып алып, сауырға бір салып, жылқыға бар деп қоя берсе, Бурыл ат құйрығын тігіп алады да шапқаннан шауып отырып жылқыға келеді. Ал енді басқа жерден үйге бар деп қоя берсе, онда ешқайда бұрылмастан тура үйге келеді. Жол жөнекей ешкімге ұстатпайды да, бөтен адамды шеніне жуытпайды.
қораның аузындағы қашаны тұмсығымен сырғытып адам құсап өзі ашып кіреді. Соңынан тағы басқа мал кірмек болса тістеп, теуіп жолатпайды. Жүрісі қандай шіркіннің, аяңы тымақталшы кигізгендей, кісіні бол-бол қағып жүргізгендей, деп Абай айтқанның нақы өзі. Бурылдың аяңына басқа аттары желіп отырады, және аяңдаған кезде біресе оңға, біресе солға жалт-жалт беріп, ойнап, билеп, аяғын сілке тастап, көлденеңдеп басқанда үстіндегі адамды шайқамайды да, лекітіп, тербеп, тек шалқытып отырады. Әсіресе 2-3 салт атты немесе одан да көп адам топтасып жүрген кезде бурыл міне жүрістің көкесін сонда көрсетеді. Қатарлас өзге аттардан мойнын озық ұстап, көсемдене жүру оның мызғымас әдеті. Кекіл жалы желк-желк-желкілдеп, оқтын-оқтын ауыздықты жұлқи тартып, есіп жөнеп бергенде, «Оу, шіркін!» қойын қонышыңды желдей кеулеп шабыт сезімі кіргендей болады. Бұл күнде Абай колхозында бурыл атқа бір мінуді арман етпейтін пенде кемде-кем. Қыс бойы бурылды Кәрім мініп шықты. Егер Сүлеймен болмағанда ол оны баяғыда-ақ пышаққа шалатын еді де, ендігі бурылдың сүйектері үйдің артындағы шұқырда қурап жататын еді ғой. Кәрім осы кезде соны ойына алғанда таңдайын қағып, осындай тамашатты соғымға соймақ болдым-ау, деп басын шайқайды. Бурылдың мініске көніп колхоздағы ең бірінші ат болғанын көрген застава бастығы капитан Халваши, «Бұны енді біздің өзімізге қайта сат», деп Кәрімге жата жабысты. «Жоқ, сатпаймын да сата алмаймын. Осыншама азаппен үйретіп, жо, атама, капитан жолдас», деді Кәрім. «Үйреткен ақыларың үшін тағы сол өз бағасындай ақша қосып берейік». «Жо, сіз буынсыз жерге пышақ салмаңыз. Бурыл ат қазір менің билігімде емес, колхоз билігінде. Мен бір өзім оның тағдырын шеше алмаймын. Ал енді колхоз жылқысын жақсарту, асылдандыру керек деп өзіңіз үгіт соғасыз. Сөйтесіз де маңдайымызға біткен тәуір атымызға қолқа саласыз. Ол болмайды, капитан жолдас. Бұл атты жарамсыз қып шығарып, акты жазған өзіңізсіз. Сойып жедеп сатқан өзіңізсіз. Біз сізді алдап алған жоқпыз. Жо. Сіз бізге өкпелемеңіз. Жақсы ат сіздерге қажет болса, бізге де қажет». Кәрім илікпеді. Осы биыл қыста Кәрім бурылмен 3 қасқыр 5 түлкі соғып алды. Сүлеймен 2 рет демалыс күндері мініп шығып 2 түлкі соғып әкелді. Бурылдың жүйріктік даңқы ауылға осылай мәлім болды. Бурылмен аң қуғанда қолға сойыл, шоқпар ұстаудың қажеті жоқ. Аңды ол қуып жеткен бетте алдыңғы аяғымен тарпып мертіктіреді. Оған болмаса кәдімгі итше тістеп лақтырады. Сөйтіп ол аңды тек қуып жетіп қана қоймайды, иесіне соғып та әпереді. Мінекей, бір кездегі долы бурыл осындай өнерлі де ақылды мал болып шыққан еді. Ол жөнінде көбірек сөз етуге тап қазір. Біріншіден уақыт тығыз. Әне, бәйге басталғалы жатыр. Екіншіден бурылдың бойындағы өнер қасиет осы бәйгеде бәрінен де айқын байқалуға тиіс. Оқушы соны өз көзімен көрсін де, өз санасымен бағаласын. Бурылға мініп шабатын бала Сүлейменнің немере ағасы жылқышы Өмірәлінің Асқары. Асқар биыл 4-ші бітірген, жасы 12-де. Әкесіне тартқан қағылез ақ сұр бала. Сүлеймен құсатып, Өмірәлі оны да кішкентайынан аттың үстінде алдын алып жүріп баулыған. Одан соң 6-7 жасқа келгенде тайға мінгізіп үйреткен. Солай тәрбиеленіп өскен Асқар бұл күнде қандай аттың болса дағы құлағында ойнайды. Әне, оның ерде отырысын қарашы, қаздиып қағып қойған мық шеге тәрізді. Асқардың қасында басқа бір атқа мінген Сүлеймен жанамалап, ақыл сөйлеп жүр. Бурылдың мінез сырын ол Асқардың құлағына сіңіріп айту үстінде. «Қамшы салудың керегі жоқ. Тізгінді бос жіберіп қойма. Шамамен тартып, тежеп отырсаң ат жақсы шабады. Ал қамшы басу керек болғанда мен өзім айқайлап айтам». Асқар үндемейді. Сүлейменнің айтқандарын бүкіл бейел зейінімен назар қоя тыңдап, бір шаршы орамал тартып алған басын болмашы изеп қана қояды. Әне, даяшы бәйгеге шабатындарды көмбеге шақыра бастады. Аттарының құйрықтарын шарт түйіп, бастарына орамал тартып алған балалар әлгінің соңынан жапырыла ілесті.
Өзге жұртты көмекші даяшылар серпіп, кейін қарай тықсырды. Бәйгі аттары 3 шақырымдық шеңбердің бойымен шабады. Соны 5 рет айналулары керек. 20 шамалы ат көмбеге қаз қатар тізіле бастады. Жұрттың көзі де, көңілі де міне соларда. Мал танығыш сынампаз қариялар ентелеп мойындарын соза қарасып, әртүрлі болжам айтысады. Осы бір бурыл ат қайдан келді? Өзінің түр-тұлғасы бөлектеу екен. Абайда мұндай ат бар ма еді? Дескен әңгіме құлаққа шалынып жатты. Даяшы жалауын құлдыйлата сермеп қалды. Барыңдар, жолдарың болсын, деді. Ауыздықпен алысқан 20 ат жерді дүрсілдетіп шаба жөнелісті. Сүлейменнің екі көзі бурылда. Аттар жарты айналмаға дейін түйдектеліп бара жатты. Содан кейін біртін-біртін қара үзіп шыға бастады. Бір қарагер ат жалғыз дара озғындап ала түсті. Онан соң бір сары ат суырылды. Үшінші бурыл. Қанжардай болып қатып қалған бурыл ана екеуіне қарағанда сирақты екен. Ең алдағы қаракердің тұрқы ұзын. Бойын одан бетер ұзарта созып, аяғын пәрменімен көсіле тастағанда бауырымен жер сызып бара жатқандай болады. Сүлеймен бурыл аттан мықты үміткер. Бәйгеге қалайда ілігетініне сенімі мол. Бірақ көңіл шіркін одан да гөрі молырағын қалайды. Бірінші боп келсе деп арман етеді. Кім білсін, ол да мүмкін. Бурыл ат осы кезде нағыз жүгіретін бабында. Қаракер сол ұзағаннан жалғыз дара ұзап шыға берді. Оның артындағы сарының да аяқ тастасы осал емес. Бұл екеуі де осы аудандағы бұрыннан аты шығып, озып жүрген жылқылар. Қаракер енді кетті. Болды, жеткізбейді, бәйгесін бере берсе де болады, деген астам дауыстары жамырай бастады. Бір айналым, екі айналым, үш айналым. Аттардың ендігі қара көрінісі дастарқандағы шұбалтып, шашып тастаған бауырсақ тәріздес. Әлгіндегі түйдек топ жіпке тізген моншақтай дараланып барады. Бортаңдап ең артта қалған атты алдыңғы ат қуып жетуге айналды. Қаракерден оқ бойы кейінде сары ат келе жаттыр. Оның соңынан шалма тастам жерде бурыл ат. Бұларға таяу ат жоқ. Асқардың атқа шабысына Сүлеймен риза болып тұр. Тізгінді тежеп, қымтай ұстаған қалпы ерге етбетінен жабысып алған. Екі көзі тек алда. Жан-жағына жалтақтап артық қимыл қозғалыс жасамайды. Міне, бурыл ат иіліп қарап тұрған жұрттың тұсына жақын келіп қалды. Төртінші айналым таусылып, енді қалғаны бір-ақ айналым. Сүлеймен ілгері таман тебіне шығып, Асқарға бар даусымен айғай салды. Бас, қамшыны, бас! Деді. Асқардың құлақ түріп аңдып келе жатқаны осы еді. Бұзаубас дырау қамшыны сауырлата көміп жіберді. Бурылдың да тілегені осы болғандай ытырылып, бейне бір тосын қосылғандай тың аттай өршеленіп шыға келді. Аршындап аяқ тастасына сүйінбеген адам жоқ. Бір кезде ол алдында кетіп бара жатқан сары атты қуып жетіп басып озды. Одан соң қаракердің ізіне түсті. Бас, қамшына, бас! Дейді Сүлеймен даусын Асқар естімесе де. Бас, бас! Деп өзге жұртта шуласады. Ой, пырмай жануар-ай, мына бурыл мал екен ғой. Сөреге жарты айналым қалғанда бурыл ат қаракерді де қуып жетіп басып озды. Қарап тұрған жұрт небір ойда жоқ ризашылықпен шулап қоя берді. Сүлейменнің көзінен қуанғандықтан жас шығып кетті. Бурыл ат сөреге жалғыз дара болып қаракерден оқ бойы озып келді. Осы той, осы бәйгеден кейін бурылдың даңқы көкке көтерілді. Оның Абай колхозында пайда болу тарихы, бурылды жуасытуда Сүлейменнің сіңірген еңбегі ауыздан ауызға аңыз болып айтылды. Енді Абай колхозында бурылды тым құрыса бір мінгісі келіп, құлшынушылар бұрынғыдан да көбейді. Осы Абай колхозында Қорғасбай дейтін мойны басын безеу басқан дүкенші жігіт бар. Атқұмар қазақтың ол да біреуі. Бұған қоса Қорғасбайдың бойындағы және бір әдет, атқа мініп алған соң ауыл арасында ақырын жүруді білмейді. Көшедегі жұрт көрсін мені дегендей ылғида соқтырып, шабуылдап жүргені. Үйінен шыға шауып, ат басын дүкенге келіп бірақ тірейді. Дүкеннен шыға шауып, үйіне есігінің алдына келгенде және бірақ тоқтайды. Қорғасбайдың бұл мінезінен мезі боп біткен кәрі әжесі. Әй, Қорғасбай қалқам, ауыл арасында шабуылдауыңды қой деп мен саған қанша айтам, біреу-міреуді басып кетесің ғой, деп ылғида ескертіп отырады. Бұл ескертпені Қорғасбай пішті құрлы көрмейді. Асылы тақымына тәуір ат тиген кезде Қорғасбайдың делебесі қозып кететін болуы тиіс.
Оның әлгідей шабуылдап бара жатқанда атқа отырысының өзі соншалық оғаш дарақы. Тізгінді қос қолдай тартып шалқая әшіренгенде екі аяғы аттың құлағына жетеді. Аяқтарының ұшын қаздитып және де созып алады. Ауыл үйдің бір қора итін соңынан улата-шулата ертіп, екі жағына жалтақ-жалтақ қарап кетіп бара жатқаны. Жұрт үйлерінен шықпай-ақ бұл өтіп бара жатқан басқа емес Қорғасбай екенін біліп отырады. Осы Қорғасбай бір күні Кәрімге жалынып жата жабысты. «Ағатай, бурылыңды бере тұршы. Мына арадағы загот скоттың базасына барып қана келейін. Bir тығыз шаруам бар еді». Кәрім қиналыңқыраса да әлгінің көңілін қимады. Берді. Қорғасбай қарғып мінді де әдетінше соқтыра жөнелді. Сулығының екі етегі далия желбіреп жөнеп барады. Осы иттің осы әдеті-ай, ауыл арасында жай жүрсе болмай ма екен? Деген оймен Кәрім оның соңынан аз қарап тұрды да үйіне кіріп кетті. Содан арада 5 минуттай уақыт өтті ме өтпеді ме бір бала есіктен ентіге кіріп келді. «Кәрім аға, Қорғасбайды машина қағып кетті, бурылдың аяғы сынды». Кәрімнен бұрын үйден Сүлеймен атып шықты. Арғы көшеде жұрт у-шу болысып жатыр. Екі өкпесін қолына ұстап Сүлеймен жетті. Біраз адам жиналып қалған екен. Алдыңғы бір аяғын баса алмай дір-дір етіп бурыл тұр. Жануар әп-сәтте сұры қашып бүгіліп мүсәпір болғанда қалған. Қолының басы шодырайып ісіп кеткенін көргенде Сүлейменнің жүрегі су ете қалды. Анадай жерде радиатордың бір жағы шеті қабысып, колхоздың самосвал машинасы тұр. Сөйтсе, тік төмен ағызып келе жатқан машинамен көлденеңнен шыға келген бурыл ат соқтығысып қалыпты. Бәрі алаңғасар, иелерме Қорғасбайдың кесапаты. Қорғасбай өзі дін аман, ештеңе де болмаған. Керек десе аттан жығылмапты да, бурылдың қолының басы тоқпан жіліктің жауырынға жалғасқан тұсы күл болып кеткен. Сүлейменді көргенде бурыл ат басын шұлғи түсіп ыңыранып қоя берді. Даусы да тұрған тұрысы, жасаураған көздері де кереметтей аянышты еді. Сүлейменнің сай сүйегі сырқырап балқып кетті. Бурылдың басын құшақтап жылап жіберді. Бурыл ат енді ат болудан қалған еді. Бердібек Соқпақбаев.